Қатарымыз толықтырып, арнайы кешіміздің ең алғашқы ақтілек өздеріңізге бұйыртып, рұқсат болса енді апамнан бастайын ба, көкемнен бастайын ба? Апа өзіңіз бастап беріңіздер, ниетленіп тұрмыз, келіңіз, қабылдаңыз. Үлкен деп сыйлағаныңа үлкен рахмет. Осындай той думанның ортасында шапқылап той ел басқарып жүре беруге тілектеспін. Қарағым, айналайын, жап-жас бала екенсің. Үйленіппен қызымыз да бар беретін болсақ. Үйлендір алмай жатыр қой? Үйленбей жатыр ғой. Айналайын, Әукентай, Жадыра, Ләззат, тойларың құтты болсын, той қыласың. Басқа не айтам, бір нәрсе жетпей тұр, басқасының бәріне көңілім ырза болып тұр. Бір нәрсе ғана жетпей. Ал көпшілік біреудің жақсылығын, біреудің тойын бөліскен адамдардың барлығына бақ қонып қыдырдар дейді екен үлкендер. Мен айтып тұрған жоқпын, ата-бабаның сөзі бақ қонып қыдырдарсын барлығында. Дүниеде не қымбат, көңіл қымбат дейді. Көңіл деген тастан да қатты, бірақ гүлден нәзік дейді. Көңілдеріңіз ортаймасын, көргендеріңіз той болсын. Бір орта жастағы асаба сияқты балама үлкен кісіден сұрапты дейді. Ата, қартайған адамның неше түрі болады депті. Сонда әлгі кісі айтыпты. Дана болады, бала болады, шала болады дейді. Соның баласы да болма Ләззат, шаласы да болма, данасы бол қарағым. Аман бол, бала шағаңның рахатын көр, қызығын көр. Құдай соған нәсіп етсін. Бар айтатын, бар жақсылық, Жадыра мен Дәулетке сенің жексенбек Дәулетіне үлкен бақыт тілеймін. Біздер елуге кістерміз, білмейтіндер біліп қоюға болады. Мына елуге қасында тұр менің яға. Елуге тұрады. Беркел ай Ләззат, кел ғой қалағым. Арнайы жолын жасап, апамыздың орамал тартып өзіңізге және керемет алтын зерлі оюларменен ең қызғанына желектің қазақшасы не болады? Как зовут? Болсын. Құдай қаласа апамның жасын берсін сізге. Бірде осындай керемет